Түркістан облыс орталығына айналғаннан кейін өңірде ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Құрылыс қарқыны пандемия жағдайында да баяулаған жоқ. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың алға қойған міндеттері қасиетті қаланың дамуына жаңа серпін береді. Түркістан бұрынғы Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан облысы болып өзгертіліп, облыс орталығы Түркістан қаласына көшірілді. Сол мезеттен бастап Түркістан қаласын дамыту бойынша тапсырмалар беріліп, тиісті жұмыстар, құрылыс жұмыстары басталып кетті. Мынау сол 2018 жылы маусымнан бастап қаланың бас жоспары өзгертілуі басталды. Бас жоспарға сәйкес тиісті құрылыс нысандарының бәрі бас жоспарға сәйкес енгізілді. Сол жылы 2029 қыркүйекте елбасы өзі іссапармен келіп Түркістан қаласына ұлттық компаниялар, жеке инвесторлар және ол Қазақстанның өңірлері, облыстар, қалаларға тиісті тапсырма берілді. Сол жерде 25 нысанды ұлттық компаниялар, жеке инвесторлар және өңірлерге өз есептерінен құрылыс салу тапсырылды. Мысалға атап өтетін болсақ, Конгресс холл орталығы 1000 орындық заманауи, өзі келбеті де архитектуралық дизайнда басқаша. Оны Самұрық-қазына әл-ауқат қоры салды. Және де медиа орталығы Алматы қаласы Түркістан облысына өзі сый ретінде тапсырды. Мынау аршында 7000 орындық стадион осы әкімшілік іскер орталығында орналасқан. Ол Самұрық-қазына өз сыйға тартты. Және бер жерінде оқушылар сарайы, Нұрсұлтан алаңы алдыларыңызда тұрған. Ол Нұрсұлтан қаласы. Жалпы осы Түркістан қаласы 3 аймаққа болып дамуда қазіргі таңда. Өзі тарихи мәдени аймақ. Әзірет Сұлтан мұражай Яссауи кесенесінің айналасы 88 гектар. Ол өзі мәдениет және спорт министрлігі дамытуда. Оның аймағында 98 гектар рухани мәдени аймақ деп аталады. Ол жерде 9 нысан іске асырылды. Соңғы жылдары қалада әкімшілік іскерлік орталықтың құрылысы, мәдени-рухани орталықтың қалыптасуы және Яссауи кесенесінің айналасын абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Аяқталған көптеген нысандар өздерінің сәулеттік дизайнымен қалаға ерекше сұлулық сыйлайды.